Что с вами произошло, бабушка? Ой, ну вы ж видите, что произошло. Как можно сказать, что произошло? Без дома осталось. На старости. Украина шығысындағы Донецк облысының Душковка ауылының қазіргі көрінісі осы. Bir адам қаза тауып, бірі жаралған жексенбідегі зымырандар шабуылынан соң жұрт ес жиып үйіндіге айналған үйлерін реттей бастады. А что мне делать? Стою, дивлюсь, пока його ж надо что-то робити, а що робити не знаю. Поплачу, та й піду, успокоюсь. Прийду опять. Поплачу, та й піду, успокоюсь. І що? Бұл ауыл Украина мен Ресей арасындағы негізгі ұрыс жүріп жатқан аймақтан 100 шақырым жерде орналасқан. Донецк, Луганск облыстарын басып алуды көздеген Ресей әскері Украина шығысындағы шағын ауылдарды да зымыранмен атқылап жатыр. Соғыстағы негізгі айқас 2 аптаға жоқ уақыттан бері Северодонецк қаласында жүріп жатыр. Қаладағы қазіргі ахуал анық емес. Халықаралық сарапшылар сөзінше өңір екі тарапқа кезек-кезек өтеді. Украина президенті Владимир Зеленский қаладан кетпей, позициямызды қорғап қалсақ, бірнеше сарбазды өлімнен сақтап қаламыз деді. 7 маусымда өзін-өзі жариялаған Луганск Халық Республикасының Ресейдегі елшісі Северодонецк қаласы Украина әскерінен толық тазартылды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір ұрыс қала шетімен әуежай маңында ғана жүріп жатыр. Мұның рас өтірігі белгісіз, соғыс жағдайында тараптар мәлімдемесін тексеру мүмкін емес. Украинаға батыстан қару-жарақ көмегі туралы мәлімдемелерге Мәскеу өткір реакция білдіріп жатыр. Ұлыбритания Украинаға алысты көздейтін ракеталық жүйе беретінін хабарлаған. Одан бұрын ақш Украинаға жоғары мобильді артиллериялық ракета жүйесін беретінін мәлімдеді. Кремль тағы да көрсетті. Чем дальнобойнее вы будете поставлять... Сендер Украинаға неғұрлым алысқа жететін зымыран берген сайын бізде неонатистер қауіп төндіре алатын шейіпті Ресей аумағынан алыстатуға күш сала береміз. Украина шығысындағы ауылдардан келетін опат болғандар туралы хабар жиі жаңарады. Ресейші сепаратистерде Украина әскерінің шабуылынан қаза тапқан бейбіт азаматтар туралы дерек жариялады. Екі тараптан да ондаған қарапайым адамдар жараланып, үйлер қирап жатыр.